Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен оңтүстікте көп жасалынатын қаттама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Бүгінгі қаттама нанымызды екі түрлі әдіспен жасаймыз. Біріншісіне көкбияз салып жасаймыз, ал екіншісіне мүлдем ештеңе салмай жасаймыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға суымызды құйып, оған 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, өте қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Және де қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды екі бөлікке бөліп, бешбармақтың қамыры ұқсатып, дөңгелектеп жайып аламыз. Қамырымыз мүмкіндігінше өте жұқа болып жайылуы қажет. Енді жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды құямыз және де майдалап туралған көкбиязымызды сеуіп шығамыз. Енді дайын қамырымызды осы видеодағыдай етіп оқтауға ораймыз және де ортасынан пышақпен бөлеміз. Осы екі бөлікке бөлінген қамырымызды ішке қарай ораймыз. Бұл ең оңай жолы және де осы бөлікті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен осылай 6 бөлікке бөлдім және 10 минутқа морозилькаға салып қойып жаятын боламыз. Қаттама негізінде майға піседі. Егер де майды қаламасаңыздар, духовкада пісіріп алсаңыздар да болады. Қызып тұрған майымызға дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп пісіріп аламыз. Ортасын кішкене басыңқырап тұрамыз, өйткені көтеріліп кетуі мүмкін. Табамызға өте көп май құйып қажет емес. 20 мл май құйып, сол майға барлық қаттамамызды пісіріп аламыз. Және де табамыздың астындағы от өте қатты болмауы қажет. Баяу отта 5-7 минутта бір қаттаманы пісіріп алуға болады. Осылай алдын ала қамырыңызды дайындап морозилькаға сақ қойсаңыздар да болады. 1 айдан 3 айға дейін аралықта сақталына береді. Қаттаманы ауызашар кезінде қонақтар келетіннің алдын пісірсеңіздер, ыстықтай жақсы желінеді. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнап, пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.